Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін гүлмәндінің рецептіменен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін көріп кетіңіздер. Ол үшін қамырына мен қызылшаның суын қосатын боламын. Тамағыңызға ерекше дәм беретін болады. Бұл қызылша қызыл түс бермейді. Бұл жерде тек дәміне ғана ерекше дәм беру үшін қосатын боламыз. Қызылшаны үкіштен өткізіп, үстіне қайнаған суды құйып, қызылшаның суын алып аламыз. Жақсылап езгілеп, содан соң осылай сүзекінің көмегіменен суын бөліп алып алатын боламыз. Суына суытып қоясыздар кішкене. Суығаннан кейін тұзымызбенен бір жұмыртқамызды салып, араластырып, ұн илегіштен өткізілген ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды ең алдымен қасықпен, одан кейін қолменен осылай қамырымызды илеп алатын боламыз. Кішкене қаттылау қылып илеңіздер. Қойып 5 минуттан кейін тағы да илеп жерсеңіздер, қамырларыңыз жылтыр, әдемі болып шығатын болады. Енді салмасын дайындап турап алатын боламыз. Турап дайындап болғаннан соң үстінен 3 ас қасық сұйық майды құйып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Тұзымызды да сеуіп аламыз. Қамырымызды енді жайып бастайтын боламыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып бастаймыз. Ең алдымен осылай шеттерін жұқартып алатын боламыз. Басып, қамырымызды осылай жайып болғаннан кейін кез келген дөңгелек формамен дөңгелек етіп алатын боламыз. Егерде сіздерде печеньенің қалыбы болса, печеньенің қалыбымен де жасай беруге болады. Осылай дөңгелектетіп аламыз. Барлық қамырымызды дәл видеодағыдай қатарластырып, 4 қатар қойып, үстінен салмамызды салып, дәл видеодағыдай жасаңыздар, сонда жақсы шығатын болады. Шетін осылай қайырып аламыз. Гүлдің формасы шығу үшін шетінен бастап осылай дөңгелектетіп гүлдің формасын жасайтын боламыз. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін, анық қылып. Осылай дәл видеодағыдай жайып, оның үстіне салмасын салып, шетін қайырамыз. Дөңгелек етіп ораймыз. Міне, гүлдің формасы шықты. Осылай шет-шеттерін ашып-ашып жібересіздер. Астыңғы бөлігін майға батырып, осылай қоямыз. Отқа қойып 45 минут қайнатып пісіріп алатын боламыз. Тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.